Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамы қолжетімді заттардан тұратын, әрі оңай, әрі өте керемет дәмді болып шығатын, ауызға салса еритін печенье жасайтын боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен екі жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып, бөлек ыдыстарға салып дайындап аламыз. Содан соң жұмыртқаның сары уызына бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Қасықтың немесе венчиктің немесе осындай күрекшенің көмегімен араластырсаңыздар болады. Бір қалыпты масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Бір келгі масса жасап алғаннан соң 200 грамм қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, барлық заттың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Арасында ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап араластырып алғаннан соң үйлеуіштен өткізген ұнымызды саламыз, және де 1 шай қасық қопсытқыш яғни разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде шамамен 480 граммдай ұн кетті. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, енді 10-20 грамм қамырға қарай азайтып немесе көбейтіп салатын боласыздар. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, холодильникке сала тұрамыз. Сол арада арасына салатын салмасын дайындаймыз. Жаңағы алып қойған екі жұмыртқаның ақ уызын миксермен алдын ала осылай миксерлеп бастаймыз. Ақ уыз кішкене ағарып, көпіре бастаған кезде қантымызды аз-аздан бөле отырып қосамыз. Мен қантты жалпы 4-ке бөліп қостым. Қантты бөліп қосып, бізде өзінің формасын жақсы ұстайтын белковый крем шығарып алуымыз тиіс. Жақсылап миксерлейтін боламыз қантты салғаннан соң. Мінекей қараңыздар, бізде осындай аппақ өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шығады. Енді қамырымызды целлофаннан алып, қамырымызды дәл ортасына 2-ге бөліп, әр қамырымызды осылай ұзынша етіп созып аламыз да, пышақтың көмегімен осылай бірнеше бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Әрбір бөлінген қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп дайындап аламыз. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Жаю барысында біз ешқандай да ұн пайдаланбаймыз. Жай ғана оқтаудың көмегімен қамырымызды үлкейтіп аламыз. Қатты жұқа да, қатты қалың да емес, орташа етіп жайып алып, арасына жаңағы белковый кремді салып, кремді қатты көп салмаңыздар, кішкене салып, және де арасына кез келген өзіңізге ұнайтын дәнді қоссаңыздар болады. Мен арахис қостым, грек жаңғағын қоссаңыздар да болады, өте керемет болады. Содан соң екі шетін бір-біріне біріктіріп, қолымызбен қатты басыңыздар, өйткені пісіру барысында ашылып кетуі мүмкін, сондықтан да қатты қысып басыңыздар шетін. Мінекей бізде осындай әдемі печеньелер шығады. Тура пельмен түйген секілді етіп түйеміз. Түйу барысында тағы айтайын, шетін жақсылап басып, ашылып кетпейтіндей басып, қатты басып жабыстырыңыздар. Барлық печеньелерімізді дайындап алғаннан соң, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің печеньелеріміз осылай әдемі болып пісіп шықты. Печеньелеріміз соғаннан соң бетін міндетті түрде сахарный пудрамен әсемдейміз. Содан соң толықтай суытып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Шын мәнінде де өте дәмді болып шығады. Ауызға салса еритін, енді шаймен ішсеңіздер өте керемет болады. Қамыры песочный, сондай қытырлап, үгітіліп тұратын өте дәмді печенье. Маған қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.